Әр қайсымыздың өз арманымыз, тілектеріміз бар. Қарап тұрсақ, армандар мен ұмтылыстар тізімі. Ғаламның бізге әрине өз жоспарлары болуы мүмкін. Алайда біз жеке тілектерімізді жай ғана шетке ысырып тастауымыз керек деген сөз емес. Олар кейде ерекше, кейде қарапайым, кейде аса өршіл, кейде жерге жақын. Олар ыңғайсыз да болуы мүмкін, өте жеке болуы мүмкін, басқалармен бөлісуге келмейтін. Бірақ олар біздіңкі. Және біз үшін олар шынайы, олар бізге қымбат. Олардың терең мағынасы бар және оларды кейінге қалдыруға болмайды. Бүгінгі медитация Садхгурудың ілімдерінен шабыт алынған. Осы медитация әр қайсымызға өміріміздің алхимигі болуға және ескі армандарымызды шынайылыққа айналдыруға күш береді деп үміттенемін. Адам ретінде жасап шыққан барша нәрсеміз ол санамыздың көрінісі ғана. Сондықтан егер бірдеңе жасағыңыз келсе, ең бастысы алдымен оны санаңызда жасаңыз. Санаңызда мықтап орныққан нәрсе міндетті түрде шынайы өмірде көрініс табады. Көзіңді жум. Денеңе жай ғана болуға рұқсат бер. Ештеңені өзгертудің қажеті жоқ. Ештеңе істеудің қажеті жоқ. Жай ғана отыр. Жай ғана бол. Терең тыныс ал. Жаймен дем шығарып ал. Ауаның мұрын ұшына қалай тиетінін сез. Тамақ арқылы қалай өтетінін, көкірегіңді қалай толтыратынын және қалай босататынын. Әрбір дем шығарумен бірге күткеніңді босат. Әрбір дем алумен осы сәтке тол. Сен осындасың. Сен тірісің. Осының өзі жеткілікті. Енді назарыңды денеңе бұр. Денеңнің жермен қалай тиіп жатқанын сез. Арқаң, иығың, алақандарың жай ғана жатыр. Еш нәрсені түзету керек емес. Бақылаудың қажеті жоқ. Сен тыныштықтасың. Сен өзің тыныштықсың. Садхгуру айтады, нағыз тыныштық дыбыстың болмауы емес, бұл толғаңның болмауы. Өзіңе жоғалуға рұқсат бер. Жай ғана тыныс бол. Жай ғана болмыс бол. Енді назарыңды ішке бұр. Басқа емес, кеуде тереңіне, мен деген сезім тұратын жерге. Ойламай сез. Көзбен емес, зейінмен ішке қара. Сол жерде не көріп тұрсың? Өзің жайлы ойыңның бәрін алып тастасаң кімсің? Сол бір ғана сезімді қалдыр. Мен бармын. Ешқандай сипатсыз, жай ғана мен бармын. Осы күйде бола бер. Егер ойлар келсе, оларға жымиып қара. Олар бұлт сияқты өтіп кетсін. Олардың артынан ере берме. Сен олар емессің. Сен тарих емессің.
Сен ойлар арасындағы тыныштықсың. Зейініңнің жеңілдегенін сез, қалқып жүргендей. Сен де қалқып тұрсың, денеңнен биік, қалаулардан биік, қорқыныштардан биік. Садхгуру айтады, егер сен дене мен ақылдан тыс бола алсаң, сен боссың. Қазір сен тек ауамен емес, тыныстап тұрсың. Сен болмыстың өзімен тыныстап тұрсың. Сен өмірмен бірліктесің. Ішкі көзіңнің алдында жарық пайда болсын. Ол жұмсақ, жылы болуы мүмкін. Бұл сен, сенің энергияң, сенің мәнің. Осы жарықпен бола бер. Онымен ештеңе істеудің қажеті жоқ. Оған жай ғана болуға мүмкіндік бер. Енді өзіңе іштей сыбырлап айт. Мен бармын. Мен тірімін. Мен ризамын. Тағы да сезініп қайтала. Сен дене емессің. Сен ақыл емессің. Сен барлығы пайда болып, жоқ болатын кеңістіктесің. Бұл білім сенің бойыңа сіңсін. Ол сенің тынысыңа айналсын. Көзіңе, тыныштығыңа. Енді назарыңды қайта денеңе бұр. Алақаныңды сез, аяқтарыңды сез, отырған күйіңді сез. Терең тыныс ал. Жаймен дем шығарып ал. Өзіңе алғыс айт, өмірге алғыс айт.